Баршаларыңызға сәлем достар. Небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді табада пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның бір ерекшелігі ешқандай ашытқысыз дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды алып ыдысымызға саламыз. Кейін үстіне шым-шым тұзымызды себеміз. Жақсылап бір қайтара венчиктің көмегімен араластырып, одан кейін қаймақ, яғни сметанамызды саламыз. Бұл жерде менде 20% сметана. Кейін осылардың үстінен майонезімізді қосамыз. Майонездің проценті маңызды емес. Майонезімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1,5 ас қасық ұнымызды қосамыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Асыққан кезде қатты пицца жегілеріңіз келіп тұрса, дәл осы рецептпен жасаңыздар. Небәрі 5 минут уақыттарыңызды алады. Одан кейін отқа табамызды қойып, табамыз бізде асты жабыспайтын жақсы таба болу керек. Отымыздың астын басамыз, аз мөлшерге қойып, жаңағы сұйықтығымызды құйып, бетіне осылай шұжығымызды сеуіп, және де помидор болса қызанағымызды қойып шығамыз. Одан кейін үстіне сырымызды салып, бетін жауып, орташа отта, оттың ең кішкентай көзіне қойып, 5 минуттай толық пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде пиццамыз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Ең бастысы өзімнің балаларыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Начинкасы өз қалауларыңыз бойынша шұжықтың орнына алдын ала жаңағы тартылған етімізді қуырып алып қоссаңыздар болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер.